Сәлем достар, бүгін сіздермен ең оңай крем чизді енді ғана торт жасап бастап жатқан қыздар үшін жасап көрсететін боламын. Өте дәмді, ең оңай крем. Менде 22 диаметрлі торт үшін арналған крем, барлығын өлшеп аламыз. Сливкиіміз магазиннен алып келінген соң кем дегенде бір күн холодильникте тұруы керек. Және ыдысымыз да миксердің насадкасы де құрғақ болуы керек. Егер бөлме қатты ыстық болатын болса, 1 сағат алдын холодильникке салып қойсаңыз да болады. Алдымен сливкиіміздің өзін кішкене көтерілгенше миксерлеп аламыз. Миксерде өте мощності жоғарылау болғаны дұрыс, насадкілері кішкене мықтылау, болмаса жай өте слабый миксер болатын болса, біздің сливкиіміз іріп кетеді. Сонан соң сахарный пудра, творожный сыр салып, тағы да миксерлейміз. Кремнің көтерілуінде сахарный пудраның да қатысы бар. Шекер қолдансаңыз да болады, бірақ сахарный пудрамен жақсырақ көтеріледі. Өте жоғары скоростта миксерлейміз. Және де өзіңіз сливкиді, творожный сырды өзіңіздің қалауыңызға қарай қолданасыз, бірақ дәмінде кәдімгідей растительный арзан сливкиге қарағанда натуральный сливкидің дәмінде айырмашылық бар кәдімгідей. Кремді барлық бисквиттерге қолдана береміз. Бөлменің температурасы ыстық болмаған дұрыс, креміміз сұйылып кетеді, кейін миксерлеуге келмейді. Сондықтан тез қолданып жіберген дұрыс. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Торттарыңыз дәмді, шайларыңыз тәтті болсын.